Қайырлы күн балалар, бүгін біз қазақ тілінен 85-ші сабақты қарастырамыз. 7-ші тапсырмаға қараңдар. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы. Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу және ерінбеу керек. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға құлағынан кетпестей әсер етті. Осы жердегі етістіктеріміз сүйе білу, ерінбеу және кетпестей. Сүйе білу дегеніміз күрделі етістік, себебі екі сөзден құралып тұр. Ерінбеу, кетпестей деген олар дара етістіктер, бір сөзден құралып тұр. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Күйші күй тартты, жыршы жыр айтты, ақын өлең жазды, дәрігер ауруларды емдеді, мұғалім балаларды оқытты, жылқышы жылқы бақты. Бұл жердегі біз қойған етістіктеріміз тартты, айтты, жазды, емдеді, оқытты, бақты. Келесі 9-ші тапсырмаға назар аударайық. Көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз дейді. Бұл жерде күрделі етістіктер тұр. Біз тек дара етістікті жазамыз. Бірінші дара етістігіміз келді, одан кейін тартты, тоқиды және барды. Осы жерде күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Атам ауылдан келе жатыр. Көкпаршылар көкпар тартып жүр. Анам шұлық тоқып отыр. Асанға анасы дүкенге бара кел деді. Осы жерде күрделі етістіктер келе жатыр, тартып жүр, тоқып отыр, бара кел. Келесі 10-ші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжа дейді. Суретке мұқият қарап болсаңдар, сендер қалай ойлайсыңдар? Осы мәтінге қалай ат қоюға болады? Әрине, күйші деп ат қоюға болады. Ендеше мына мәтінді тыңдап көрейік. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиешім Махамбет ақын. Исатай ердің серігі. Халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз ішекте. Мұрамды саған тапсырдым. Халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған Атажан шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрамдас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін, деп қыз бала тізерлеп отырды да, домбыраны қолына ұстап, сүйіп алды. Ал енді осы мәтінге не деп ат қояр едіңдер? Осы мәтінге өзіміз ат қоямыз. Балалар, мына мәтінмен толық танысып болсақ, мәтінге ат қойсақ, енді осы жоспарды толықтырайық. Бірінші, Дина мен Құрманғазының танысуы, домбырасының ұсынуы, қыздың ант беруі. Енді осы мәтінден етістіктерді тап дейді. Мәтіндегі етістіктер саған тапсырдым. Ол күрделі етістік, себебі екі сөзден құралып тұр. Жеткіз, бір сөзден құралып тұр, дара етістік, ұсынды, дара етістік, ойнап беруге күрделі етістік, себебі екі сөзден құралып тұр. Тізерлеп отырды, екі сөзден құралып тұр, күрделі етістік. Ұстап деген сөз дара етістік, бір сөзден құралып тұр, сүйіп алды, үш сөзден құралып тұр, яғни күрделі етістік. Бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетіңдер.